Сәлем, тігін сүйер ханымдар, осындай кәжекейді тігіп үйренетін боламыз, және де осындай қазіргі оюларды қайдан алуға болатындығын түсіндіретін боламын. Бұл оюлар жуғанда түспейді, паутинкамен емес, өте сапалы болып келеді. Сонымен қатар, кәжекейді пішу үшін керім қолөнердің лекаларын қалай қайдан алуға болатындығын түсіндіремін. Қазақ тіліндегі лекалармен 6 жыл көлемінде сіздерді қуантып келеміз, және де біздің сапасы тексерілген қазақ тіліндегі өте түсінікті лекалаларымызды қабылдаңыздар. Қажетті бөлшектерінің барлығы бар, тігінге қосымшалардың барлығы қарастырылған. Және де ең бастысы, кәжекейді пішкен кезде бөлшектеріміздің барлығын ворсом вверх пішеміз, яғни ворсы жоғары қарап тұру керек, соны ескеріңіздер. Және долевой нит, яғни негізгі жіптің бағытын міндетті түрде ескереміз. Дайын лекалармен мен барлық бөлшектерін пішіп алған болатынмын. Енді баскысын қазір пішудемін. Баскысын пішкенде де алдыңғы бойына матаның ворсы жоғары қарап жататындай етіп қойдым, себебі менде баскы солынсы болып келеді, және де ең бастысы алдыңғы жағынан ворсы бірдей болуы керек, соны ескердім. Неке осылай етіп қиып аламыз. Бұл бізде баска, және де бұны біз дублировать етіп астар матадан да пішетін боламыз. Астарлығымыздан сонымен қатар артқы бойға керекті бөлшек, және алдыңғы бойдың жартысы астар, соны пішіп алатын боламыз. Алдыңғы бойдың өңірін біз велюрдан пішіп алдық, және де ең бастысы барлық бөлшектерді міндетті түрде дублириндаймыз, себебі ол оның формасының әдемі болуына септігін тигізеді. Егер дублириндамасаңыз, бұл велюрлар өздерінің формасын ұстай алмайды. Неке дайын лекалармен барлық бөлшегімізді пішіп алдық, астарлықтар да оң бөліктерде дайын болды. Айтқандай бөлшектерімізді дублириндап алдық. Енді мойын өңірін артқы бойдың астарына, алдыңғы бойдың өңірін өзінің астарына қосамыз. Ворсын вверх пішілгендіктен біз төменнен жоғары қарай тіксек, еш қиындықсыз отырғызбай, затяжка ештеңке болмай тігіп шыға аламыз. Үнемі төменнен жоғары қарай тігуге тырысыңыздар. Алдыңғы бойдегі тігу еш қиындығы жоқ. Артқы бойдың өңірін тіккен кезде бізде артқы бойда кішкене қосымшасы бар астарында, соны тігеміз, немесе защип қылып жасаймыз. Одан кейін мойын өңірінің центрін тауып, центріне белгілеп, міндетті түрде көктеп алыңыз. Бұл өте маңызды, себебі бұл жердің формасын жай ғана машинкамен тіккен кезде сразу шығара алмауыңыз мүмкін. Сол себепті ерінбей көктеп алып формасын келтіріп, содан кейін барып үстінен машинкамен бастырып шыққан жеңілірек болады. Енді барлық бөлшектерін біріктіруге кірісеміз. Егер де примерка істеп алғыңыз келсе, онда алдыңғы бой мен артқы бойдың иығы мен жан бөліктерін қосып бірінші примерканы істеп алыңыз. Содан кейін жан бөлігін бізге сөгітіп, тек қана иықтарын қосып тігу керек болады. Мен мына жерде жиыратын көмекші тігіш жасап алдым иығындағы бөлшегіне. Артқы бойының центрін таптым, баскысындағы астарлығынан да тауып, екеуін біріктіріп, жақсылап барлық жерінен инемен қыстырып алдым, себебі ворс итеріп тастауы мүмкін, жылжып кетуі мүмкін. Сол себептен, тем более солнце болып пішілгендіктен, ворсы біркелкі жатқан жоқ. Және де сыртқы тігісін айналдырып баскына тігіп шығамыз. Одан кейін шетін түзеулетіп қиып шығамыз. Тігінге қосымшасын артығын қиып тастап, міндетті түрде аударып, оң жағынан астардың үстінен 0-ден тігіс жүргізіп шығатын боламыз. Мен видеода сіздерге жіпті ауыстырмай тігіп жатырмын, анық көрінсін деген оймен. Бірақ та сіздер міндетті түрде астарлығыңыздың түсі менікінде өзгеше болса, жібіңізді ауыстырыңыз. 0-ден тігіс осы жаңаға тігіп шыққан тігісімізге параллельно, өзі айтып тұрғандай 0,1 мм қашықтықта тігіледі. Бұл жердегі мақсат тігінге қосымшасын астар жаққа қарай бастырып тігу, астарының шығып кетпеуіне
көмегін тигізеді, әдемірататын болады. Және де бұны әдемілеп қазір үтіктейміз. Енді барлық тіккен бөлшектерімізді үтіктеп алатын боламыз. Тіккен басқымызды да әдемілеп бастырып шығамыз сол жағынан. Тіккен бұйымымыздың сапасы осы әр детальді тіккен сайын әдемілеп үтіктеуден тұрады. Олсыз сапалы киім тігіп шығу мүмкін емес. Осындай әдемі формасын шығарып алдық. Енді бізге иықтарымызды тігіп алу керек. Велюрдің де астарлықтың иықтарын қосамыз. Бізде иығына тігілетін желбірі бар. Жеңнің орнына соны тігу үшін міндетті түрде бірінші иық тігістері қосылу керек. Әрине оларды үтіктейміз. Енді бұл желбірімізді әдемі етіп қондыру үшін центрі тауылып тұр. Бізде ортасы тілініп, соны центріне алып келеміз. Көмекші тігісімізді жүргізіп алған болатынбыз. Бізде бұл жерде екі тігіс, біреуі толықтай тігілген, екіншісі мына жиыратын тек орта бойы тігілген. Соны тартып, түйіндеп жиырып аламыз. Және де иығына әкеліп қондырамыз. Неге центрін алып келіп қоямыз, түйрейміз, және де осы жерге тігеміз. Бір жағын бірнеше тігіп алып, екінші жағын соған сәйкесін жетіп, екеуінің басталатын жерінің, аяқталатын жерін бірдей етіп орналастырамыз. Екі жағында визуально бірдей болу үшін. Осылай тігіп шығамыз, жиыруымыздың үстінен әдемі осындай жең шығады. Екінші жағында қайталап жасап айтқанымдай, енді астарлығын біріктіретін боламыз. Бұл жерде бізде мойын ойындысы барлығы осылай түйреледі, тігісіне алып келіп, және де төменнен бастап осы мойын ойындысын айналып шығып толықтай тігіп шығамыз, өңірі мен алдыңғы бойды қосып. Міндетті түрде мойын ойындысын тігіп шығамыз. Бұндай доғал тігістерді аударған кезде тартып тұрады. Сол себептен тігіске жеткізбей, 0,1 мм-ге дейін жеткізбей тігіп шығамыз. Барлығын болған соң аударып, оң жағынан тағы да өңіріне тігінге қосымшасын өңірге қарай қайырып отырып, 0 дейін тігіс параллельно жүргіземіз тігіске. Бұл әрине біздің астарлығымыздың шығып кетпеуіне септігін тигізеді. Бұлайша бекітіп шығамыз. Толықтай тігіп шықтық. Сол себепті де бірінші осы тігісті тігіп, осы 0 дейінді жүргізіп алған дұрыс. Содан кейін барып, қайттан аударып, уже қолтық ойындыларын өңдейміз. Мұның барлығын біз үтіктейтін боламыз. Бірақ бізде әлі толық астарланып болған жоқ, себебі біз осы қолтық ойындысында тігіп алуымыз керек. Тағы да түйреп барлығын. Енді тіккен кезде тігісімізді қайталау үшін астарлығын астына қойып, үстінен оң жағынан тігеміз. Алдыңғы тіккен тігісімізден 1 мм солға қарай алып тіккеніміз дұрысырақ болады. Сонда оң жағынан алдыңғы тігістер көрінбейтін болады.
осылай астарлығын аударып аламыз, артқы жақтан шығарып аламыз барлығын, және де әдемілеп үтіктейміз. Ең оңай әдісі осы кәжекей тіккен кезде. Мінекей бізде дайын болып қалды. Енді жан тігісін қосатын боламыз. Жан тігісін бір-біріне алып келеміз. Қолтық ойындысындағы түйреп осылай тігіп шығамыз. Жан тігістерін қосып болғаннан кейін ашып үтіктеп жіберіңіз. Неке осылай оңай және тез бізде әдемі өңдеу шығады, таза барлығы. Енді төменгі бөлігіне бізге тек басқа қосу керек. Қолтық ойындысын үтіктеп жіберу керек. Неке кәжекейіміздің жоғарғы бөлігі дайын. Өшіп жасайтын болсаңыз, бірден алдын ала жасап алу керек. Егер моншақтайтын болсаңыз, ал мен дайын оюды жабыстыратын боламын. Сол себепті бірден барлығын таза өңдеумен тігіп тастаймын. Енді артқы бойының центрін таптық. Баскымыздың да центрін табамыз. Басканы біріктіргенде оңай болу үшін полностью көмекші тігіс жүргізіп алуға болады беліне. Себебі жылжып кетуі мүмкін астарлығы мен баскысы. Оң бөлігі. Және де бізге жиыруға тігіс керек. Сол себепті полностью бір тігіс жүргізіп шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай мен центрлерін жан тігістеріне түйісетін жерлерін белгілеп алдым. Және де жаңағы жиыратын тігісіміз тіккен кезде осы аралықтарды бөліп тіккеніңізді жақсы. Сонда жиырған кезде жиыруыңыз үзіліп қалмайды жібіңіз. Мен артқы бойдан центрден аяқтадым да, дальше жаңадан бастап тігіп жатырмын. Жиырған кезде қазір екі жарты бөлігін бөлек-бөлек жиырамын. Көмекші тігісіміз арқылы осылай жиырып аламыз. Міндетті түрде кәжекейдің үстіңгі бөлігімен бірдестіріп отырамыз жиырған кезде. Керегінше жиыру керек. Осылай баскамызды жиырып алып, оның біркелкілігін қадағалаймыз жиыруларымыздың, және де жоғарғы бөлікке, яғни кәжекейдің үстіңгі бөлігіне, центріне алып келіп, осылай орналастырамыз. Маңыздысы басканың алдыңғы жағына бір түйреп 6-7 сантиметріне жиыру жасамаған дұрыс болады. Ой жерлері қатты қайырылып қалмас үшін алдыңғы жағы ровно түзеулеу болу керек. Соны ескеріңіздер. Енді осы жиырудың үстімен тігіс жүргізіп тігіп шығамыз, бекітіп. Тек қана көріп тұрғаныңыздай велюр бөлігіне ғана тігеміз, ал астарлықпен кейін жабатын боламыз. Таза өңдеу болады сонда бізде. Дәл жиыруымыздың үстінен тігеміз, және де тігіп отқанда осылай көмектесіп қолымызбен жиыруларын біркелкі етіп орналастырамыз. Бір жерге көп, бір жерге аз жиыру болмас үшін соның барлығын тігіс барысында қадағалаймыз. Енді осы жерде мұқият қараңыз. Астарлығын үстіңгі бөлігін жапқан кезде бірінші алдыңғы 10 сантиметрдей жерін тігіп алуға болады ішкі жағынан.
Оны қалай жасаймыз? Ол үшін алдыңғы бойын осылай баскысының ішіне кіргізіп, бір-біріне беттестіреміз. Түйреп алып, тіккен тігісіміздің үстінен қайттан тігеміз. Астарлығы астында, яғни өңірі астында, кір алған жерімізге дейін тігеміз. Үлкен размерлерде молырақ тігуге болады, бірақ кішкентай размерде мүмкіндік аздау. Осылай ұшын қиып тастаймыз, ішіндегі қосымшасын аударамыз. Мінекей алдыңғы жағы осылай әдемі өңделді. Екінші жағында дәл солай өңдейміз, ішкі жағынан тігеміз. Ал астарлықтың қалған бөлігін қайырып, көктеп, оны оң жағынан тігіп шығатын боламыз. Оны да әрине алдағы уақытта көрсетемін. Енді осы жерде бізге астарлығын көктеп шығу керек болады. Бізде 1 сантиметр тігінге қосымшамыз бар. Соны 7 миллиметрде қайырып отырып, мына тігістен түсіреміз, яғни беліндегі тігістен 1-2 миллиметрге түсіре отырып, үстінен көктеп шығамыз. Неке осылай көктеп шығамыз. Толықтай до конца осылай тігеміз. Астарлығын осылай бекітіп алғаннан кейін, енді оң жағына аударып, тігістің дәл ортасына түсіп, тігіп шығуымыз керек. Осы жерде мұқият қараңыз. Бұл көбіне белінде, шалбарлардың, белдемшенің белдерін тіккен кезде қолданылады. Как раз осы кәжекейде астарлығын тігуге өте ыңғайлы. Дәл ортасына түсеміз тігістің, сол кезде бізде көрінбейді. Оң жағынан тігіс бар екендігі. Тартып отырып, бек ортасын ашып отырып тігіп отқанда, сол жағындағы жаңағы біздің көктеп қойған астарлығымызды тігіп шығамыз. Мән беретін зат, біз астыңғы жіпті бежевый түске ауыстырдық. Міндетті түрде осылай жіптеріңізді ауыстырып отырып тігіңіздер. Өте аккуратный, әдемі өңдеу шығады. Дәл ортасына түсеміз, асықпай тігеміз. Барлық көктеу тігісімізден аккуратно тазалап, бізде әрине закрепка бар, бірақ все равно жібін түйіндеп қиып тастаймын. Неке бізде осындай өте әдемі өңдеу шықты. Сол жағы да таза, оң жағы да таза. Кәжекейіміз былайша дайын. Енді қандай ою орнататынымды түсіндірейін. Менде оракл бар. Бархатный дейді, велюровый дейді. Сол оракылды плоттер аппаратымен жаңадан алған кесіп алатын боламын. Оның өзінің арнайы оқуы бар, арнайы программалары бар. Неке осындай программаға өзімізге керекті оюымызды алдын ала дайындап аламыз. PNG форматтағы файл ретінде және де плоттерға жіберіп, плоттер бізге осылай кесіп береді. Бұны әрине барлығында жоқ, аппарат заказ беруге болады. Қазір көбісінде плоттер аппарат бар. Кез келген аппараты бар кісіге өзіңіздің оюыңызды жіберсеңіз, ол кісілер сізге шығарып береді керекті материалдан. Бағалары әртүрлі, материалына байланысты. Бұл оракылдар метріне мен 6000 алдым. Басқа жерлерде қанша екенін білмеймін. Сұрастырып қараңыздар. Және де 1 метр оракылдан өте көп оюлар жасап алуға болады. Нарықта дайын оюларды сататын шеберлер де бар, дайындап қойған. Сондай оюларды алып, жай ғана үтікпен үтіктеп аласыз. Бұл паутинкасымен кесілген жабыстырылатын оюдан сапалы болады, себебі жуған кезде түспейтін болады. 1 рет жабыстырасыз,
клеющий, самоклеющий. Бұның осындай арты прозрачный болады. Өзінің керекті оюыңызды жасап алып, осы күйінде қойып, үстінен үтіктейсіз. Сонда жабысып қалады. Неге сіздерге бүкіл процесспен бөлісіп жатырмын. Айтқанымдай плоттердің болуы міндетті емес, заказ беріп сатып алсаңыз да болады. Мен орындарын осылай белгілеп өлшеп алдым. Екі жағы да тура бірдей орналасу үшін зеркальный. Оюымды орналастырып түйреп аламын. Және де қарапайым үтікпен үтіктеп жабыстырамын. Үтіктеген кезде бірінші пленканың үстінен үтіктейміз, содан кейін жайлап пленканы алып тастап, оюдың өзін үтіктеп фиксировать етеміз. Бұндай оракулдардың 4 түрі бар қазір. Пуф деген түрлері бар, үтіктеген кезде набухать ететін. Сол вообще прикольный. Мынау түрі велюр түрі, кәдімгі осы матаның өзінен, только басқа түстен, яғни велюрдің өзінен қиып алып жабыстырып қойған сияқты. Ешқандай да тігіс жасап, зигзагпен тігудің қажеті жоқ. Қасына стразылар жабыстырып жіберіп, Сваровский әшекейлеп жүрсеңіз болады. Алынбайды жуған кезде де. Маған қатты ұнады, өте аккуратный болып шықты. Мінекей, тағы да төменгі бөлігіне жабыстырып жүруге болады. Осындай әдемі жұмыс шықты. Сіздермен бірге болған Керім қолөнер пайдалы болсын. Лекалысы қажет болса 1 жастан 13 жасқа дейін бар, төмендегі номермен хабарласа аласыз.